Күйеуімнен қиындық көрдім, ұрды соқты, түк тапқан жоқ. Содан ажырасып кеттім, ажырасқан кезде қиналдым, бір жыл жыладым. Сосын кейін жұмысты бастадым, мінекей көтерілдім, менде қазір вилла бар, осындай джип бар, машина бар дейді дағы. Сосын жұрттың бәріне сабағын салады да. Сонымен жастардың не айналады да. Одан кейін ол қайбір ақыл айтатын адамдар дейсің, ене мен келіннің арасына от салады. Мысалға, біздің қазақта өзі бұрыннан келе жатқан жаңағы өзіміздің аналарымыз үйреткен бар. Мысалға, әйел деген бір табан кішірету керек, жаңағы ата енені сыйлау керек, жолдасын, азаматын сыйлау керек деп. Азаматтың қазір ешқандай қадірі қалған жоқ заман болып кетті. Әйелдің айтқанымен жүретін уақыт болып кетті. Ал ертең жерін, елін қорғайтын кім болады сонда? Мысалға, әйел бола ма? Бәрі томирисіп кетпейтін шығар. Сол сияқты мысалға әрқайсысы адамның әрқайсысы өзінің орнын білу керек та. Сен қыз кезінде еркелік жасадың. Енді ана болған кезде сен бір үйдің жаңағы түтінін түтетем, сол үйге жаңағы игілік жасаймын, ұрпағымды өсірем деп келесің ғой. Неге сен мысалға қартайған ата-анаңды тастап кетуің керек? Мүмкін жалғыз баласына шықтың, дұрыс па? Өзімнің өмірімді сүргім келеді деп, оның да уақыты болады. Балдарға ақша мен давайте ма? Айгера, саған әйелдерім. Что это? Кисет? Что это? Это парфюм. Қазір киіп шықшы, ашты супер. Ой, брендовый, да? Конечно, простой носки. Кызым, апасы әкеп қойды олар, Я в сумку положу. Дома копилка. Ал енді мынау нелер, оригинал. Ойланғанмын да саған қойды. Мынау өзіне. Сосын сен бірінші қалағанда, атпашыға нені алама деп ойлаған, төлесің. Сөзі мәз. Үйге қонақтар келді, чочалар келді, мысалға әпшелер келді, апалар келді. Ей жаным. Інім келді. Ағасы келді, ағасы. Нарыл деген ағасы. Мен ұрайын деп жүз көрем.